Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен қарастыратын тақырып бұл бізде квадраттық теңдеулерді шешу. Жалпы квадраттық теңдеудің жалпы түріне келетін болсақ, ол ax квадрат қосылған bx плюс c тең 0 түріндегі теңдеуді біз квадраттық теңдеу деп атаймыз. Бұл жердегі a деген коэффициентіміз 0-ге тең емес. Егер a 0-ге тең болып қалса, онда бұл қандай теңдеу болатын еді? bx, мына жаққа жазып қояйын, a тең 0 болса, онда bx плюс c тең 0 бұл, яғни сызықтық теңдеу болатын еді. Оны шығарған кезде x тапсақ, ол минус c бөлінген b түрінде іздейтін едік. Ал енді біздің қазіргі тақырыбымыз квадраттық теңдеу болғандықтан, біз міне a тең емес 0 деп қарастырамыз. Демек, біздің квадраттық теңдеуіміздің жалпы түрі мына түрде болды. Бұны есептейтін бізде арнайы формула бар. Жалпы оның қалай қорытылып шыққанын көрейік қазір. ax квадрат қосылған bx плюс c тең 0 болды. Мен онда бұның қазір осы үш мүшенің толық квадратын бөліп алғым келіп тұр. Ол үшін мен мынаның екі жағында a-ға бөліп тастаймын. Сонда менің берілген квадраттық теңдеуім b бөлінген ax қосылған c, мына жақта қосу c бөлінген a тең 0 деген болады. Ал енді осының толық квадратын бөліп алу үшін мен x квадрат қосылған, мына жақтан қызыл түспен жазып қояйын, 2 еселенген 2-ден 1, одан кейін көбейтілген a бөлінген b көбейту x қосылған, мына екеуін біріктіретін болсаңыздар, бұны негіз былай емес, қазір бәрін бір түспен жаза берейін. Не істейміз? 2-ге көбейтемін. b бөлінген 2a көбейтілген x қосылған b квадрат бөлінген 4a квадрат азайтылған b квадрат бөлінген 4a квадрат плюс c бөлінген a тең 0 дедім. Мен не істедім? Қазір соларды үстін қызылмен жазып қойын. Мына 2-ге көбейтіп 2-ге бөлдім. Яғни оның ештеңесі өзгермейді ғой. 2 мен 2 бәрібір қысқарып бастапқа мына теңдеудің өзі шығады. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай, мынанда былай b квадрат, мына жақтан 4a-ның квадраты деп қойын, минус b квадрат 4a-ның квадраты. Не істедік біз? Яғни қандай да бір санды қосып азайттық. Бұл жердегі a, b деп отырғанымыз бір коэффициенттер. Және де a бізде қандай 0-ге тең емес, сондықтан мына бір санды қосып азайтқаннан ол теңдеудің бәрібір мағынасы өзгермейді ғой. Енді мына бөлігін көріп тұрсаңыздар, бұл бізде нені береді? Бұл x қосылған b бөлінген 2a-ның квадратын береді. Онда мен соны толық квадратын осылай бөліп алам. Яғни x қосылған b бөлінген 2a-ның квадратына тең екен. Ал онда мына оң жағында мына 2 өрнекті мына теңдіктің сол жағына өткіземіз, оң жағына өткіземіз. Сонда бұл b квадрат бөлінген 4a квадрат азайтылған c бөлінген a түрінде болады. Енді осыдан ары қарай есептеу үшін мен мынаған 4a-дан ортақ бөлім берем. Менде x қосылған b бөлінген 2a-ның квадраты ол тең b квадрат минус 4ac бөлінген 4a-ның квадратына тең екен. Енді мынау бізде қандай? Жалпы түрдегі x квадрат тең a деген бір квадраттық теңдеуді шығару керек болса, біз оны x тең плюс минус түбірдің астындағы a деп қарастыратын едік қой. A үлкеніне тең 0 деп қарастырамыз. Сонымен мына жерден енді мынаны есептейтін болсақ ары қарай. Дискриминант көріп тұрсыздар. Дискриминантпен таныс болсаңыздар, міне b квадрат минус 4ac деген осы жерде тұр. x1, x2 деген түбірлеріміз қазір осы жерден шығады. Бұл тең плюс минус түбірдің астындағы b квадрат минус 4ac бөлінген 4a-ның квадраты. 4 деген оң сан, a квадратта оң сан. Сондықтан мынадан x тапсақ, x тең минус b бөлінген 2a плюс минус түбірдің астындағы b квадрат минус 4ac бөлінген 2a. Екеуінің де бөлімі бізде бірдей, сондықтан мен бұны бір бөлшек ретінде жазатын болсам, минус b плюс минус түбірдің астындағы b квадрат минус 4ac, одан кейін бөлімінде 2a. Міне, бізде квадраттық теңдеуді шығаратын кездегі арнайы формуласын қорытып шығардық. Оның жалпы түрдегі формуласы мына түрде болады. Бізде x1, x2 ол тең минус b плюс минус түбірдің астындағы b квадрат минус 4ac бөлінген 2a. Мына жердегі плюс минус деген нені білдіруі мүмкін деген сұрақ туындайды ғой сіздерде. Яғни ол мына 1 мен 2 деп жазылып кетті. Яғни бұл x1 деген бірінші түбір деген сөз. Сонда x1 ол тең минус b азайтылған түбірдің астындағы b квадрат минус 4ac бөлінген 2a-ға тең деген сөз. Ал x2 деген біз қараңыздар минусын алдық қой, онда енді келесі плюсын аламыз. Сонда минус b плюс түбірдің астындағы b квадрат минус 4ac бөлінген 2a. Енді бізде дискриминант деген ұғым бар. Дискриминант деп біз нені белгілейміз? Оны d әріпімен белгілейміз. Ол тең
b квадрат минус 4ac формуласы. Осы дискриминант туралы айтатын болсақ, міне көріп тұрғандарыңыздай түбірдің астында тұр. Дискриминантқа байланысты біздің берілген квадраттық теңдеуіміз үш түрлі жағдаймен қарастырамыз. Бірінші жағдай, дискриминант нөлден үлкен болсын. Онда оның бізде екі түбірі бар екен. Екі түбір бар. Дискриминант нөлден қатаң түрде үлкен болса, онда біздің берілген квадраттық теңдеудің екі түбірі бар екен. Ал дискриминант нөлге тең болса, онда оның бір түбірі бар. Бір түбірі бар дегенде екі бірдей түбірі болады деп айтамыз. Негізі квадраттық теңдеудің бізде екі түбірі бар ғой. Ал дискриминант нөлге тең болатын жағдайды қарастырсақ, оның екі түбірі бар, бірақ екеуінің де мәні бірдей, бір-бірімен беттесіп жатады. Ал келесісі, дискриминант нөлден кіші болса, онда ол шешім жоқ. Яғни нақты сандарда бос жиын дейміз. X тиісті бос жиын. Сонымен бұған енді мысал қарастырсақ. Міне, егер x квадрат жалпы осындай квадрат теңдеу шешу керек болса, сіздердің формулаларыңыз міне алдарыңызда тұр. Осыған апарып орнына қоя саласыздар. Ал енді есеп қарастырайық. Ол мынандай: x квадрат азайтылған x минус 6 тең 0 болсын. A деген коэффициенті 1-ге тең, b деген коэффициенті минус 1-ге, c деген коэффициенті минус 6-ға тең. Міне, ең бірінші коэффициенттеріне назар аударыңыздар. b деген минус 1-ге тең болып тұр. Өйткені мынау жалпы түрдегі жазатын болсақ, ол ax квадрат қосылған bx плюс c тең 0 түрінде болу керек қой. Ал бірақ бізде ортасы қандай азайту болғандықтан b деген коэффициентімізде минусқа тең болады. Енді осыдан дискриминантын есептейік. d тең b-ның квадраты азайтылған 4ac. Яғни минус 1-дің квадраты азайтылған 4 еселенген 1 көбейтілген минус 6. Ал бұл 1 қосылған 24, ол тең 25 екен. Дискриминантымыз 25-ке тең болды. Оң сан екен, нөлден үлкен, демек бұның екі түбірі бар. Екі түбірі бар екен. Ал есептейік, сонда x1, x2 ол тең минус b плюс минус түбірдің астындағы дискриминант бөлінген 2a. Ал бізде b дегеніміз минус 1, бірақ алдындағы минуспен ол плюс 1-ге айналады. Сонда плюс минус түбірдің астындағы 25 бөлінген 2 көбейту 1. Ал ол 1 плюс минус 5 бөлінген 2. Бұның мәндері біріншісі плюспен алсақ 6, 6-ны 2-ке бөлсек 3, минуспен алсақ минус 4, минус 4-ті 2-ке бөлсек минус 2. Міне, біздің екі түбіріміз бар екен. Ал енді бағанағы сіздерге айтып отырған, дискриминант нөлге тең болатын жағдайды қарастырайық. Оның бізде бір ғана түбір емес, екі түбірі екеуі бір-біріне тең деп түсініңіздер. X квадрат минус 2x плюс 1 тең 0 болсын. Осыдан сіздер дискриминантын есептесеңіздер, бұл деген b квадрат минус 4ac ғой, яғни минус 2-ның квадраты. Бірінші мынаның коэффициенттерін тауып кетейік. a тең 1-ге, b тең минус 2-ге, c тең 1-ге. Яғни дискриминант деген b квадрат минус 4ac ғой, 4 көбейтілген 1 көбейту 1. Минус 2-ның квадраты 4, 4-тен 4 азайтсақ, дискриминант 0-ге тең екен. Сонымен қараңыздар, дискриминант 0-ге тең болған жағдайда бізде квадраттық теңдеуіміз қандай болады формуласы міне? Минус b плюс минус дискриминант еді ғой. Мұнда жазып қойын міне. x1, x2 ол тең минус b плюс минус түбірдің астындағы дискриминант бөлінген 2a. Бізде дискриминант 0-ге тең болды. Сондықтан b-ның алдына біз минусты қойсақ, минус 2-ның алдына минус, оны плюс қылады. Сонда 2 плюс минус 0 бөлінген 2. Ал бұның жауабы 2-ге 0-ді қосып 0-ді азайтсақ бәрібір 2-ның өзі шығады, оны 2-ге бөлсек 1. Сонда бұл x1-де 1-ге тең деген сөз, x2-де 1-ге тең деген сөз. Яғни екі түбірі бір-бірімен не істеп жатыр? Беттесіп жатыр да, екеуі бір-біріне тең болды. Енді бұны қалай түсінеміз? Немесе бұны басқаша шығаратын болсақ, x квадрат минус 2x плюс 1, ол деген x минус 1-дің квадраты ғой. Осы 0-ге тең деп тұр. Мынаның квадраты деген сөз бізде міне x минус 1 көбейтілген x минус 1 тең 0 деген сөз. Екі функцияның көбейтіндісі 0-ге тең десе, онда оны жеке-жеке 0-ге тең естіреміз ғой. Міне x минус 1 тең 0, x минус 1 тең 0. Осы жерден бізде міне екі түбірі шығып тұр. Екі түбірі мәні 1-ге тең екен. Міне дискриминант 0-ге тең болса, оның екі түбірі бар. Бірақ екеуінің де мәні бір-біріне тең деп айтамыз. Ал дискриминант 0-ден кіші болса, онда бізде түбірдің астында теріс сан қабылдайды да, оның бізде қандай? Нақты шешімі жоқ болады. Міне бұл бізде квадраттық теңдеуді шешудің қалай шешу керек екендігін сіздерге көрсеттім. Міне бұл мына формуланың қайдан шыққанын, жалпы дискриминант арқылы есептеудің қайдан шыққанын көрдіңіздер ғой. Міне осылай дәлелденеді ол.